Әзіл үшін 7 жылға отырғызу әділетті деп санайсыз ба? Әзіл үшін жоқ әрине. Жоқ. Какая шутка? Ну, знаете, это немножко сложный вопрос. Темірлан Ентебек деген кісінің Казнеуш 24 деген парақшасы болған Инстаграмда. Онда әзіл қалжың аралас жаңалықтар шығып тұратын Қазақстанға байланысты. Сол парақшасын жүргізгені үшін Темірланға қазір үстіне іс қозғалып 7 жылға бас бостандығынан айырмақ. Садитесь за просто обычных шуток, это ненормально. Биліктерге, наверное, ұнамады әзілі. Бұндай сот шешімі әділетсіз деп есептеймін. Мүмкін халыққа шындықты айтқан үшін бе? Шындықты айтқан адам всегда олар кінәлайды. Өйткені халық бір жақ, жоғары жақ бір жақ қой. 7 лет соразмерно это? Ну, 7 лет многовато, я согласна. Года 3, в принципе, достаточно за это дело. Что делать? Блин, транспарантами куда-то выходить, наверное. Только так это решается, скорее всего. Все вместе. Да? Хорошо.